Армысыздар ма? Мен Қазтаев Аян, Шығыс Қазақстан облысы, Жарма ауданы Ақталақ би атындағы орта мектебінің 8-ші сынып оқушысымын. 2018 жылы облыс әкімі Даниал Ахметовтың қолдауымен менің мектебім акциясы аясында химия және де IT сынып кабинеттерінде Назарбаев зияткерлік мектебінің стандарты бойынша жабдықталып пайдалануға берілді. Оның ішінде менің де мектебім бар. Бүгінде IT сынып кабинеттерінде оқушылар веб-дизайн, робототехника, бағдарламау негіздерлері және де 3D модельдеу бойынша білім алуда. Менің ұстаздарым маған берген білімі бойынша осы 3D модельдеу әлемі сайысына арнайы 2 модель жасадым. Және де соған тоқтала кетсек. Енді менің бірінші проектіме көшетін болсақ, бұл өзі гуманоидты робот. Қазірде бәрі жасанды санаға еліктей бастағандықтан мен де соның тарапынан арнайы өзімде робот жасай алдым. Өздеріңіз көріп тұрғандай оның қолында арасы бар, яғни ол елді отынмен қамтамасыз етеді, және де көптеген тағы да басқа ұсақ жұмыстарды істей алады. Мен бұны көбіне мештан фигураларды алдым, және де фаска қолдандым, және де көп түрлі симметрияларды қолдана алдым. Мысалға, оның генераторына көшетін болсақ, мен мысалға бір цилиндрді алып, оған фасканы қолданатын болсам, ол осы денеге кіріп кете алады. Оған бірінші фасканы қолданамыз, және де екі денені де таңдап, оларға difference таңдаймыз. Және де фасканы қайттан қолданылған денені таңдап, оған кіргізгенде дененің өзі уже оның ішін босата бастайды. Міне көріп тұрғандарыңыздай, сол арқылы мен оның ішіндегі генераторларды жасай алдым. Ал енді қайттан алып шығатын болсақ, мұнда мен тағы да оның скелеті бар. Ал енді мына скелеттеріне көшетін болсақ, мұнда аяқтың скелеттері көбіне осы цилиндрлар және де осындай кубтар арқылы жасалынған. Мен бұны қалай істедім? Мысалға, мұнда мен бір цилиндрді алдым, және де оның ішінен бірақ поверхностьті алып, және де фасканың бөлігі арқылы істейтін болсақ, онда бұл бұрышы тегістеле бастайды. Мұнда міне осылай жасап, және де оның ішін выдавить еткенде турасынан осы роботтың арқа жағындағы бұрышы сияқты жасалынды. Мен екінші проектім, ол арнайы көлік. Бұл жазда саяхаттарға өте жақсы, және де ол өз ішінде көптеген симметрия, және де оны пополнение, және де көптеген басқандай заттар арқылы жасалынған. Мұнда оның өзін көліктің фигурасын жасауға арнайы мештан заттар болмағандықтан мен мұны арнайы контрол және де тінтуірдің оң жағын басу арқылы кнопкалар жасадым, және де оларды F арқылы толтырдым. Бұл нүктелер арқылы оның фигурасы сыртқы бамперін жасай алдым. Ал бұның терезесін осындай көзге көрінбейтін қылдырып жасау үшін мен оны арнайы боядым. Оны қалай боямыз? Яғни арнайы оны нодыға кіреміз, яғни бояуға. Металлизм оны бірге, блик оны азайтамыз нөлге, ал шероховостьті нөлге қоямыз. Сонда оның өзі де ішкі өзінде осындай жарқырап тұрады. Немесе осы металлизмді, немесе бликті өте қатты азайтсақ, мысалға 0,2-ге, онда ол біраз прозрачності тек қана біразға ғана азаяды. Сол арқылы мен оның терезесін де жасай алдым. Енді мен осылайынан көптеген роботты да, көлікті де жасай алдым. Және де болашақта осы сияқты көптеген модельдер жасауға тырысамын. Мүмкіндік болса, бұйыртса сіздер оларды көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет.